Құрметті достар, мен бүгін сіздерге Тағаби Ақтановтың «Сөнбесін шырағың» атты кітабын туралы айтып бергім келеді. Назира ұлтжанды, қайсар қыз, офицер Қасымбектің жары. 19 жасында Қасымбек жолдасымен Белоруссия шекарасына аттанады. Енді отбасы өмірін бастап келе жатқанда сұм соғыс басталады. Соғыс басталғанда эвакуацияға ұшыраған әйелдердің ішінде Назира да болады. Оқыған кезде талай тағдыр мінездер ашылады. Бәрі Назираның көзімен жазылады. Романда талай кейіпкерлер бар. Света, Қасымбек, Абан, баласы Дулат, Қамқа әжесі, Дуня апай, Күлегеш Муся. Назира жолда көп нәрсені басынан өткізеді. Жолда пойыз жанып жатқанда жерлесі Абан кеп көмек береді. Өте келе сол Абанды орманда кездеседі. Ол Дуня апайдың сиырын орманға алып барады. Света жолдасының баласын Светаның да сол Дуня апайдың сиырын сүтімен асырайды. Жолдасы Қасымбек ерлікпен қаза табады. Қасымбектің шырағын өшірмеу үшін Назира күш салады. Дулатпен қоса Светаның баласы Светаны да Назира асырайды. Оқуға кеңес беремін. Сау болыңыздар.